Әлемде сыртқы келбетімен таңғалдыратын таңғажайып тұлғалар аз, бірақ олар әрқашан басқалардың үлкен қызығушылығына ие. Нағыз ерекше көк адамнан кибернетикалық функциялары бар адамға дейін әлемдегі ең ерекше 8 адамға назар аударайық. Олардың неге басқаларға ұқсамайтыны, қалай өмір сүретіні, бақытты екенін білу әрқашанда қызықты. Бұл адамдардың барлығы бүкіл планетаға қызықты. Олардың сізді таңғалдыратыны сөзсіз. Армысыздар, құрметті көрермен. Сіздермен Әсия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Бұл бейне ұнаса, соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандырады. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Ең ерекше әйел Эшлидің суға аллергиясы бар. Мұндай проблемамен өмір сүру қолайсыздыққа әкеледі. Тіпті душ қабылдай алмайды. Эшли сумен байланыста болғанға дейін Квинке ісінуі болмау үшін дәрі қабылдауы қажет. Бұл аллергия тонзиллитпен ауырғаннан кейін 14 жасында басталды. Оны құтқару үшін оған пенициллиннің көп дозасы енгізілді. Дерматологтар Эшлидің денсаулығын тексеріп, ем жүргізді, бірақ жағдайы оның оңалмады. Пенициллин қандағы гистаминге әсер етіп, адам үшін ең қажетті нәрсе суға аллергиясы пайда болды. Қызға осындай проблемамен өмір сүруге тура келеді. Кейде дақтар қызылға айналады, қатты қыши бастайды. Жүзуді, бассейнді, жалпы спортты ұмытуға тура келеді. Өйткені Эшлиге терлеуге болмайды. Ол жақсы желдетілген салқын бөлмелерге көбірек уақыт өткізуге тырысады. Ол тек күн астында қолшатырмен ғана шығады. Ең өкініштісі, бұл аллергияны емдеу мүмкін емес. Хавьер Ботет 5 жасында Ботетке Марфан синдромы диагнозы қойылды. Бұл генетикалық ауру. Ол адамда әдеттен тыс ұзын аяқтарымен өте арық болып кетуіне әкеледі. Статистикаға сәйкес, бұл ауру 5000-нан бірінде ғана кездеседі. Мұндай патологиясы бар адамдарда буындар мен сүйектері ерекше өседі және дене құрылымы өте жұқа болып келеді. Актердің бойы 2 метрге дейін өсті, ал салмағы 50-60 келіден аспайды. Айта кету керек, тиісті күтім мен емдеу болмаса, бұл синдроммен ауыратын адамдар мүгедектер арбасына мәңгілікке таңылып, 50 жасқа дейін өмір сүре алмайды. Алайда өмірбаянында мәңгілік із қалдырған дерт актерға кино әлемінің есігін ашып, Голливудта танымал етті. Балалық шағында Ботет айна алдында суретке түсіп, денесін ең ерекше тәсілдермен айналдыруды жақсы көретін. Қызға Гиннестің рекордтар кітабына енгенін айтқанда қуанышында шегі болмады. Өйткені 13 жасар жасөспірім үшін бұл керемет жетістік. Супратаның өзі әдетте оптимисті қыз, бірақ қыздың бүкіл беті шашқа толы. Алғашында мектепте балалар оны үнемі мазақ етіп, ренжітетін, бірақ рекорд туралы естігенде олардың көзқарасы біртіндеп өзгере бастады. Әлемде мұндай проблемасы бар барлығы 50 адам. Бұл Амбрас синдромы. Орта ғасырларда мұндай шашы бар адамдарды қасқыр деп санаған. Бақытымызға орай Супатра заманауи әлемде өмір сүреді және оның бұл проблемаға деген көзқарасы қалыпты. Өзінің бақытты отбасысы бар. Қыз лазерлік эпиляциямен мәселені шешуге тырысты, бірақ бұл әзірге шаштың өсуін тоқтата алмады. Үйлену күні қыз сүйікті күйеу жігітімен көбірек фото, бейне түсіру үшін бетінен шашын қырып алып тастады. Супатра өзінің шашынан бұрыннан үйреніп қалған. Оларға назар аудармай өмірден ләззат алуды жалғастыруда. Американдық Пол Карлсон жас кезінде денесі ақшыл түсте болған, бірақ кейін ол экзамаға шалдығады. Құрғақ терінің жарылуын тоқтататын ем іздеп, ол солған ромашканың жарнамасын көреді. Тері ауруларын емдей алатынын көріп, Паул көп ұзамай үйде жеке күміс құйындысын жасап, күнде іше бастайды. Уақыт өте келе Полда аргерия деп аталатын мәселе пайда болады. Немесе басқаша айтқанда, оның денесі көгере бастайды. Терінің және көздің көгілдір сұр түске айналуы күміс ионның шамадан тыс жиналуынан туындайды. Мұндай көк түсті теріге экзаменмен салыстырғанда адамдар көбірек назар аудара бастайды. Бірақ ол жасырын түрде күміс қоспасын ішуді тоқтатпайды. Ол 62 жасында инсульттан қайтыс болады. Бүкіл әлем бұл адам туралы біледі.
Ол қол аяғы жоқ адамның да жетістікке жететінін әлде қашан дәлелдеген. Бүгінде ол белгілі филантроп, мотивациялық спикер, әнші, жазушы. Оның сөздері миллиондаған адамдарға қолдау көрсетеді, өзіне сенімді болуға көмектеседі. Никке қарап, өмірдегі қиындықтарға қарамастан, дененің кемшіліктеріне қарамастан алға ұмтылу керек екенін түсінесің. Ник ауыр әрі сирек кездесетін патология тетра-амелия синдромымен туылған. Бұл тұқым қуалайтын ауру. Қолдар мен аяқтары жоқ. Әлемдегі ең ерекше адам өзінің миссиясы өзі сияқтыларға қолдау көрсету екенін бұрыннан түсінген. Университетті бітірді, сауда бакалаврының қос дәрежесін алды. 17 жасынан бастап балалар үйінде, мектептерде, түрмелерде, шіркеулерде өнер көрсете бастады. Кейінірек аяқсыз өмір ұйымын ашты. Ол көптеген елдерде болды, бағдарламаларда, фильмдерде ойнады, кітаптар жазды. Ең ерекше адам бақытты, оның әйелі 4 баласы бар, 2 ұл және 2 қыз. Барлық балаларының дені сау. Көп адамдар роботтар ақырында әлемді жаулап алады деп сенеді. Бұл қиялдан тыс нәрсе сияқты көрінгенімен, киборгтар қазірдің өзінде біздің арамызда өмір сүріп жатқанын білмеуіңіз мүмкін. Бұл Испанияның Мадара қаласында дүниеге келген Нил Харбосон. Оған ахроматопсия немесе жалпы түсті соқырлық диагнозы қойылды. Бұл 30 000 адамның біреуінде ғана бар. 20 жыл бойы әлемді қара, ақ және сұр түстерде көрді. Ол 2004 жылы осындай бас киімге ие болды. Бұл сәнді аксессуар емес. Басына тұрақты бекітілген антенна. Ол түстерді қабылдауды жақсартуға арналған желке сүйегіне бекітілген сенсорлық жүйе. Түстерді бас сүйегі арқылы Нилдің басының ішкі бөлігіне жіберіледі. Содан кейін ол ішкі құлақпен сезеді. Нил түстерді көзімен ажырата алмайтынын кемшілік санамайды. Бұл ерекшелігін өнермен байланыстыра алады. Сонымен қатар ол адамдардың жаңа технологиялық жетістіктерінің арқасында киборгтардың көп ұзамай көбейетініне сенеді. 2009 жылы Қытайдың Хэнан провинциясының тұрғыны 100 жастағы Чан Жуйфанның маңдайының сол жағынан бір түрлі қатты және қоңыр түсті бірдеңе шыға бастады. Оның маңдайындағысы 5 сантиметрге дейін өсті. 102 жасқа толғанда 10 сантиметрге дейін ұзарды. Бұның ең қызығы, көп ұзамай жанның маңдайының екінші жағынан да 2 мүйіз тәрізді өсінділер өсіп шықты. Оның отбасысы бұл процестерді шайтанның мүйізі деп атағанымен, шын мәнінде бұл тері мүйіздері деп аталады. Терідегі осындай ерекше шығыңқы жерлер кератиннен түзіледі. Оның құрамындағы зат тырнақтар секілді болады. Және олардың пайда болуының нақты себебі белгісіз болғанымен, бұл күн радиациясының әсерінен деп есептелінеді. Бірақ 100 жыл өмір сүргеннен кейін жан көп күн көрді. Дәрігерлер мен туыстары оған мүйіздерін алып тастауды сұрады. Бірақ ол үзілді кесілді бас тартты. Сол уақыттардан кейін жаннан ешқандай хабар жоқ. Оның мүйізі жасының құрметіне тәж ретінде өсе береді деп үміттенейік. Милагрос Серон 2004 жылы дүниеге келген ең ерекше адамдардың бірі. Оның көптеген мүшелері, соның ішінде жүрегі мен өкпесі тамаша жағдайда болғанымен, бірақ оның су перісі синдромы бар. Яғни ас қорыту мен зәр шығару жолдары бір түтікке қосылған. Ал қыздың аяқтары бір мезгілде асқазаннан өкшеге дейін бірге өскен. Аяқтары русалка құйрығы сияқты ұзартылған. Бұл синдром 70 000 балада кездеседі. Бірақ олардың көпшілігі өмірінің алғашқы 48 сағатында өледі. Милагрос есімі испан тілінде ғажайып деген мағынаны білдіру тегін емес. Қыз бұл синдроммен өлмеген 3 баланың бірі. Дәрігерлер Милагросты өмірінің алғашқы күндерінде хирургтар тобымен бірге оның біріктірілген аяқтарын ажырата алды. Ол 2 жасынан бастап балабақшаға барды. Содан соң өз бетімен жүрді, балет биледі, достармен ойын алаңда жүгірді. Бірақ Милагрос 15 жасында бүйрек ақауларынан қайтыс болды. Ата-анасы оны кішкентай су перісі деп атайды. Милагростың бұл қайғылы оқиғасы, табандылығы өмірде көп адамдарға сабақ болуы мүмкін. Сіздерге бұл ақпараттар, бұл бейне пайдалы әрі қызықты болды деп сенемін. Егер расымен де ұнап жатса, лүпіл басып, пікір жазып, қолдау көрсетіңіз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, мені шабыттандырады. Сіздермен болған Асия.